Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгін қазақ халқының әдет-ғұрыптары мен салт-дәстүрлері наурыз атты бөлімді бастаймыз. Бірінші сабақ. Қонақжайлылық ата дәстүр. Алдымен 3 сұраққа жауап беру керек. Бірінші сұрақ. Әлемде қандай ұлттар бар екенін білесің бе? Олар бір-бірінен несімен ерекшеленеді? Қалай ойлайсың? Әлемнің бар халқына ортақ қандай салт-дәстүрлер бар? Осы сұрақтарға бірге жауап беріп көрейік. Әлемде өте көп ұлттар бар. Мысалы, қазақ, өзбек, қырғыз, татар, башқұрт, қарақалпақ ұлттары және тағы да басқа көптеген ұлттар. Әрбір ұлт бір-бірінен салт-дәстүрлерімен, тілдерімен, әдет-ғұрыптарымен және наным-сенімдерімен ерекшеленеді. Енді үшінші сұрақтың жауабы: әлемнің бар халқына ортақ көптеген салт-дәстүрлер бар. Солардың біреуі ол қонақ күту дәстүрі. Екінші ортақ дәстүр отбасымен бірге мерекелік той немесе жиын ұйымдастырып, әр мейрамда бас қосу дәстүрі. Сұрақтарға жауап бердік, енді келесі тапсырмаға көшейік. Бірінші тапсырмада былай делінген: тыңдалым мәтіннің тақырыбына көңіл аудар. Мәтін не туралы болуы мүмкін? Болжап, ой бөлісіңдер. Менің ойымша, мәтін әрбір ұлттың салт-дәстүрлері және олардың ерекшеліктері жайлы болады. Бірінші тапсырманы орындап болдық, енді келесі тапсырманы орындайық. Үшінші тапсырмада сұрақтарға жауап беру керек. Автордың қазақ халқы туралы айтқан пікірі сен үшін бағалы ма? Неліктен? Мәтін авторы қазақ халқына тән қандай ерекшеліктерге көңіл аударды? Өз пікіріңді дәлелде. Мәтіндегі ақпараттарды есіңе түсіре отырып, оның қалай жазылғасатындығын болжа. Ғалымдар қазақ халқына тән тағы қандай мінез-құлықтарды сипаттауы мүмкін? Пікіріңді айт. Және соңғы сұрақ: мәтінді толық тыңда, өз пікіріңмен салыстыр. Не байқадың? Осы сұрақтарға жауап беріп көрейік. Бірінші сұрақтың жауабы: иә, автордың қазақ халқы туралы айтқан пікірі мен үшін өте бағалы. Өйткені менің ұлтым қазақ, және мен өз халқыммен және салт-дәстүрлерімізбен мақтанамын. Екінші сұрақтың жауабы: автор қазақ халқының ерекше қонақжайлылығына көңіл аударды. Үшінші сұрақ: ғалымдар қазақ халқына тән тағы батырлық, қайсарлық, мықтылық пен ынтымақтастық секілді мінез-құлықтар мен қасиеттерді сипаттай алады. Себебі біз ешбір жаудан қорықпаған, бас имеген, мықты, қайтпас қайсар ынтымағымыз мол халықпыз. Үшінші тапсырманы толығымен аяқтадық. Енді төртінші тапсырманы жасайық. Төртінші тапсырмада мәтін не туралы? Бір нұсқаны таңдап, ойыңды дәлелде. Осындай тапсырма берілген. Енді біз оны бірге орындап көрейік. Менің ойымша, мәтінде қазақ халқының салт-дәстүрі жайлы айтылады. Себебі автор біздің ерекше салт-дәстүрлерімізбен бірге өмір сүру салтымыз жайлы да айтты. Бүгінгі сабағымыздың басты тақырыбы ол үстеу. Үстеу дегеніміз қимылдың, іс-әрекеттің түрлі белгісін, жай-күйін, амалын, тәсілін, мезгілін, мекенін, себебін, мақсатын білдіретін сөз табы. Үстеу бірнеше түрге бөлінеді. Үстеу мезгіл үстеуі, мекен үстеуі, мөлшер үстеуі, сын қимыл, бейнелік үстеуі, күшейткіш, ұлғайту үстеуі, мақсат үстеуі, себеп салдар үстеуі болып бөлінеді. Үстеулер қалай, қанша, қашан, қайда, қайдан деген сұрақтардың біріне жауап береді. Мысалы, қашан? Кеше, күндіз, баяғыда, ақта-текте. Қайда? Төменде, жоғарыда, артта, әрмен, бермен. Қайдан? Алдан, әрден. Қалай? Жалма-жан, қолма-қол, бетпе-бет. Қанша? Сонша, талай, бірталай. Балалар, естеріңе сала кетейін, маған міндетті түрде тіркеліп, осы видеоға лайк басып қойыңдар. Осындай сабақтарды күнде салып отыратын боламын. Ары қарай жалғастырайық. Үстеу құрамына қарай үшке бөлінеді. Негізгі үстеу, туынды үстеу және күрделі үстеу болып. Негізгі үстеу дегеніміз морфологиялық құрамына қарай бөлшектеуге келмейтін, қимылдық, сындық белгіні көрсететін сөздер. Мысалы, кеше, бұрын, қазір, ақырын және тағы да басқа. Ал туынды үстеу ол қосымшалар арқылы жасалған сөздер. Мысалы, қазақша, орысша, қыстай, жаздай және тағы да басқа. Күрделі үстеу екі не одан да көп сөздің бірігіп, тіркесіп немесе қосарланып тұрақтану арқылы жасалады. Мысалы, қысты күні, жазды күні, бірте-бірте, әлсін-әлсін және тағы да басқа.
Ал енді үстеулердің жасалу жолдары туралы айтайық. Негізгі үстеудің көпшілігіне сын есімнің рақ, рек, ырақ, ірек, лау, леу, дау, деу, тау, теу сияқты шырайлар жұрнағын жалғап арқылы жасалады. Ал туынды үстеулер түбірге ша, ше, лай, лей, дай, дей, тай, тей, шалық, шама, шылап, шілеп, дайын, дейін, тайын, тейін, ын, ін атты жұрнақтарды жалғау арқылы жасалады. Күрделі үстеулер сөзді біріктіру арқылы жасалған үстеулер бүгін, биыл, таңертең, қыстыгүні және тағы да басқа. Күрделі үстеулер сөзді қосарлау арқылы жасалған үстеулер. Бетпе-бет, ауызба-ауыз, бостан-босқа және тағы да басқа. Сонымен қатар, күрделі үстеулер сөздердің тіркесуі арқылы жасалған үстеулер болып табылады. Мысалы, күні ертең, демнің арасында, таң ата және тағы да басқа. Үстеулерді толығымен түсініп болдық. Енді 5-ші тапсырманы жасайық. 5-ші тапсырмада сөйлемдерден үстеу сөздерді табу керек. 5-ші тапсырмадағы үстеу сөздер: бірінші таңертеңгі, күрделі үстеу; екінші биыл, күрделі үстеу; үшінші бұлдырай, ол туынды үстеу; және төртінші алдынан, ол да туынды үстеу. Келесі 6-шы тапсырма. Бірге мәтінді оқиық. Қонақжайлылық ата дәстүр. Халқымызда әр адамға кең дастархан жайып, танысып танымасын қонақжайлылық танытатын әдет-ғұрып қалыптасқан. Демек, бұл қасиет біздің халыққа ертеден ұлы бабамыздан қалған ізгі жол екен, дейді бұрынғы қариялар. Аталарымыздың осы ұлығаты күні бүгінге дейін бұлжымастан сақталып келеді. Қонақжайлылық танытып, дәм-тұз ұсынғанда, туыс-туған, бай-кедей, әйел-еркек, жарлы-жақыбай деп бөлмей, бірдей дәм ұсынады. Төріне отырғызып, үйіне қондырып, қолынан келгенше риза етіп аттандыруға күш салады. Қазақ үйлері дәмді, жақсы тағамдарын өздері жемей, қонаққа деп әдейі сақтап отырады. Ел ішінде кісі түсетін үй деген жақсы сөз бар. Бұл дастарханы кең, берекелі, қонақжай, тәлім-тәрбиелі үй деген сөз. Қонақты қазақтар арнайы қонақ, құдайы қонақ, қыдырма қонақ деп үшке бөледі. Арнайы қонақ әдейі сәлем беруге келген немесе арнайы шақырылған. Құдайы қонақ алыстан келе жатқан, танымаса да демалып, ат шалдыруға тоқтаған. Қыдырма қонақ сол үйдің семіз соғымын, дәмді тамағын аңдып келген қонақ. Бұрынырақта қонақ асы беру мен қонақ күтудің айтарлықтай үлгілері болған. 18 ғасырдың орта кезінде Қытайдан келе жатқан Абылайды Саңқай төре қонақ етіп 115 тай сойған. Қазір ол жер Тайсойған деп аталады. Қонағына жалғыз атын сойған Атымтай жомарт қонақ асы берудің үлгісі ретінде қазір аңыз әңгіме арқауына айналған. Тал бесіктен жер бесікке дейін кітабынан алынған. Мәтінді оқып біттік, енді келесі тапсырмаларды орындайық. 7-ші тапсырманы жасайық. Оқылым мәтінінен үстеу сөздерді теріп жаз. Оқылым мәтіндегі үстеу сөздер: ертеден, бұрынғы, бүгінге, алыстан, бұрынырақта, айтарлықтай, қазір. 8-ші тапсырма. Оқылым мәтінінде қолданылған төменгі сөздер мен сөз тіркестеріне сөздікті пайдалана отырып, анықтама жаз. Бізге 4 сөз тіркесі берілген: жарлы-жақыбай, кісі түсетін үй, Атымтай жомарт және қонағасы беру. Енді осыларға анықтама берейік. Жарлы-жақыбай, мал-мүлкі, ішіп-жемі кем, тапқан таянғаны жетіспейтін еңбекші тап. Кісі түсетін үй, бұл дастарханы кең, берекелі, тәлім-тәрбиелі үй деген сөз. Атымтай жомарт, шығыстың көп деген халықтары фольклорында кездесетін кейіпкер. Өзінің қайырымдылығы мен жомарттығына сай аты жайылған, халық жадында құрметпен қалған адам. Қонағасы беру, қонаққа келген адамға ас, дәм беру, мал сойып қонақ күту. 9-ші тапсырма. Тыныс белгілерін дұрыс қойып, сөйлемдерді көшіріп жаз. Ал енді бірге 9-ші тапсырманы жасайық. Қазақ халқында үйге қонақ келсе, қонақ шақырса, төрге келген адамдардың жолы үлкені және алыстан келгені отырады. Оларға жасы үлкен болса да ауыл адамдары, үй иелері жол береді. Егер қонақтар ауыл ақсақалдарына жол беріп, төрге шығарып алса, ол әбестік болмайды. Адамдардың жолы, жасы, білімі және ақыл-парасатына қарамай, барған жердің барлығында төрден түспей немесе өз төріне өзі отырып алуы тексіздік, тәрбиесіздік деп есептеледі. 10-ші тапсырма.
Мәтінді оқып, өзге халықтар мен қазақ халқының қонақ күту дәстүрін салыстыр. Егер сізді Жапонияда қонаққа шақыратын болса, сіз үлкен құрметке ие болдым деп есептеңіз. Өйткені жапондықтар өз үйлеріне қонаққа шақыра бермейді. Дегенмен, сіз қонаққа келсеңіз, дәл кіреберісте сізге гата деп аталатын аяқ киім ұсынады. Өз аяқ киіміңізді шешіп, бас жағын есікке қаратып қоюыңыз қажет. Егер сырт киіммен келсеңіз, сізге қожайын есікті ашқанға дейін оны шешіп алыңыз. Киіміңізді үйден шығып бара жатқанда ғана ала аласыз. Қонаққа келгенде міндетті түрде сыйлық алып барыңыз. Жапондықтардың жазылмаған заңы бойынша адамдарға қол сыйлық беру үшін берілген деп есептеледі. Сыйлық өте жақсы және әдемі оралып, дұрыс таңдалуы қажет. Сыйлықты бұл сізге азырақ сый, сонда да деп ұсыныңыз. Жапондықтар қонақ ретінде сізге де сыйлық беруі мүмкін. Сіз сыпайы бас тартыңыз. Бұл қонақ күту этикетіндегі маңызды нәрсе. Егер қожайын сыйлықты алуыңызды өтінсе, онда одан бас тартпаңыз. Ақпараттық қала журналынан. Балалар, енді 10-шы тапсырманы оқып болдық, енді 10-шы тапсырманы жасайық. Жапон халқы мен қазақ халқының ұқсастықтары өте көп. Мысалы, жапон халқы қонақтарды өте жақсы қарсы алып, құрметпен шығарып салады. Қазақ халқы да дәл сондай. Біздің халқымызда әр адамға кең дастархан жайып, танысын танымасын, қонақжайлылық танытатын әдет-ғұрып қалыптасқан. 11-ші тапсырма. Біздің отбасымыздағы қонақ күту дәстүрі тақырыбына ой толғау жаз. Өз сөзіңде тыңдалым және оқылым мәтініндегі мәліметтерді пайдалан. Біздің отбасымыздағы қонақ күту дәстүрі. Біз өте қонақжай отбасымыз. Әрдайым қонақ күтеміз. Мен анама ас дайындауға көмектесемін. Қонақ келгенде біз міндетті түрде қазақ халқының ұлттық тағамы етті дайындаймыз. Кең және асқа толы дастархан дайындап, жақсы көңіл күймен қонақтарды күтіп аламыз. Сонымен қатар, әрбір келген қонаққа біз үйден шығар алдында арнайы сыйлықтар мен кәделерді береміз. Сыйлықты әдемі етіп орап жасаймыз. Бұл біздің отбасымыздың дәстүрлері.